Осы видеоны қазір қосып отырған барлық оқушыларға сәлем. Бүгін мен сіздерге жаңа тақырыппен келіп отырмын. Ол бізде экологиялық факторлар. Кім мені жаңа ғана көріп отыр? Менің есімім Малика, және мен биологиядан дайындайтын репетитормын. Биологияны 10 жылдан бері оқып келе жатырмын. Мұғалімдік тәжірибем уже 4 жылдан асып кетті. Сол уақыт аралығында 4000-нан астам оқушыны оқытып, олардың 86% менде грант иегері атанды. Менің ұстанымым түсінбейтін оқушы жоқ, түсіндіре алмайтын мұғалім бар, және де менің YouTube каналыма қош келдіңдер. Мен таза ұбт биологияға дайындайтындықтан мынандай бір ойға келдім. Менің оқушыларым неге тек қана 10 және 11 сынып болу керек? А вдруг 7 сыныпқа көмек қажет? А вдруг 8 сыныптағы оқушыға көмек қажет? А вдруг 9 сыныптағы оқушыға көмек қажет деп ойландым да, и әрбір сыныптың оқушыларына арналған видео ролик түсірейін деп шештім. Ал бүгінгі біздің экологиялық фактор деп аталатын тақырып осы 7 сыныптың кітабынан алынған. Жалпы мектеп бағдарламасына берілетін кітаптардың барлығы осында тұр, и мен әрқайсынан жеке-жеке бір тақырыптар түсіндіретін боламын. Қай тақырып сендерге келесіде қызық болады? Пожалуйста, осы комментарийдің астына жазып кетіңіздер. Қай тақырыптың атауы көп кездеседі, мен келесіде соған міндетті түрде видеоролик түсіретін боламын. Ендеше кеттік. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз ол экологиялық факторлар. Жалпы экологиялық фактор дегеніміз не? Балапандар, егер де сендер бағанағы өте кішкентай оқушылар болсаңдар, и биологияны әлеммен енді танысып жатсаңдар, мен сендерге бір лайфхак үйреткім келеді. Бұл лайфхак бойынша сендердің алдыларына кездескен любой термин сөздің түбірін анықтау болады. И соның мағынасын түсіну болады. Биология деген ол жаттанды пән емес. Мүлде жаттап биологиядан жоғары балл алмайсыңдар. Биологияны түсіну оқу керек, и ол өте кішкентай заттардан басталады. Мысалға, бізге экологиялық фактор дейтін сұраққа жауап беру керек. И мен оның түбірін аламын. Экология. Экология дегеніміз не? Көбісі қазір бүйтіп ойлайды, экология деген кезде, типа, Алматыдағы смог, лас ауа, жаңағы өзен көлге төгілген мұнай, қоқыс, жаңағы адамның табиғатты бұзуы деп ойлайды да, но на самом деле биологияда экология дегеніміз мүлде басқа. Давайте ережесін оқимыз. Экология дегеніміз тірі ағзалардың өзара және қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін биологияның бөлімі. Ойлаңдаршы, тірі ағзалар өзара бір-бірімен какой-то бір қарым-қатынаста болады, немесе табиғатпен қарым-қатынаста болады, и бір-біріне әсерін тигізеді. Су бізге қалай әсер етеді, немесе жыртқыштар, жануарлар бір-біріне қалай әсер етеді деген сияқты да. И вот тірі ағзалардың қоршаған ортаның бір-біріне әсер етуін бізде экология зерттейді екен. Мысалға, давайте набір суретті увеличить етіп қараймыз. Күн бар, тау бар, өсімдіктер бар, құстар бар, жануарлар бар, топырақтың астындағы какой-то бактериялы жануарлар бар, судағы өсімдіктер бар, судағы жануарлар бар. И барлығы бір-бірімен әсер етеді. Біреу көміршікті газын шығарады, ол былай ұшып кетеді газ ретінде. Күн сәулесі түседі, и анаған әсер етеді, и мынаған әсер етеді. Топырақтағы какой-то бір процестер жүріп жатыр. Егер ол жүрмесе өсімдік шықпай қалады деген сияқты да. Яғни бұл цепочка тәрізді, какой-то бір моншақтардың тізбегі тәрізді, табиғатта бәрі бір-бірімен байланысты. И бізде адамдар сол табиғаттың бір бөлшегі болып табыламыз. Сонымен экологиялық фактор. Тірі ағзалардың тіршілігіне әсер ететін кез келген жағдайлар және қоршаған ортаның құрам бөліктері. Егер де біз экология дегеніміз тірі ағзалардың бір-бірімен өзара қарым-қатынасы және табиғатпен қарым-қатынасы зерттейтін биология бөлім болса, экологиялық фактор дегеніміз соларға әсер ететін какой-то бір құрам бөліктер немесе жағдайлар болуы мүмкін екен. Осы экологиялық фактор менде үшке бөлінеді. Ол бізде абиотикалық, биотикалық және де антропогендік. Бағанағы лайфхакты қолданамыз да, абиотикалық дейтіннің түбірін қарастырамыз. Егер сендер адам басталатын любой биологический терминді кездестіретін болсаңда, ол гректің тілінде а дегеніміз теріс деген мағынаны білдіреді. Яғни қарама-қарсы деген сөз. Биотикус, мынақты биотикус деген тірі деген мағынаны білдіреді. Значит, а деген теріс деген мағынаны қарама-қарсы дегенді білдірсе, значит, тіріге қарама-қарсы өлі деген сөз. Получается, абиотикалық факторға бізде бүкіл өлі табиғатқа не жатады, соның барлығы кіріп кетеді. Биорганикалық ортаның тірі организмдерге жасайтын тікелей немесе жанама әсерлердің жиынтығы. Сонымен бұл термин сөз сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Кез келген егер а дейтін приставканы жалғауды көретін болсаңда, ол теріс қарама-қарсы деген мағынаны береді. Мысалы, симметричный, асимметричный, типичный,
атипичный деген сияқты. Хорошо. Абиотикалық факторға не жатады? Өлі табиғатта не бар? Соның барлығы жатады. Температура, жарық немесе күн, жел, су, топырақ, найзағай, ылғалдылық, атмосфераның қысымы, ағыстар, которые мынандай теңіздегі, радиация, қышқылдық, сілтілік. Не білесіңдер сендер жансыз табиғатта? Тау, тас, құм, топырақ. Соның барлығы бізде абиотикалық фактор болып табылады екен. Например, экваторда күннің қатты қызуынан және жоғары ылғалдылықтан джунглилер қалыптасқан. Джунгли деген не екенін білесіңдер ғой, жаңағы Маугли деген мультикті көрдіңдер ма, мен білмеймін, или қазіргі заманда ол мультик жоқ па. Яғни маймылдар, арыстандар, анакондалар жүретін өте қатты орман деген сөз. Бұл жақта өсетін өсімдіктердің ерекшеліктері бар. Олардың жапырақтары үлкен болады. Бұл жақта круглый год жаз болады. Яғни какой-то бір тропический улы жәндіктер, жыландардың барлығы осы жақта жүреді. Енді қараңдар, қалай жоғарғы ылғалдылықпен күннің қатты қызуы тірі ағзаларға әсер етті, и олардың денесіне сондай өзгерістер пайда болды. Ойлаңдаршы, например, Қазақстанда почему-то өсімдіктер былай өспейді. Өйткені бізде күн қатты қызбады, и бізде жоғарғы ылғалдылық жоқ. Антарктидада ондай емес. Не знаю, там Европада ондай емес. Но так как экватор дегеніміз жердің дәл ортасы деген сөз, күн сәулесі сұйыққа түседі, жоғарғы ылғалдылық болғандықтан өсімдіктерге ол осылай әсер етіп, ол жақта джунглилер қалыптасқан. Олар өте үлкен, өте алып, өте жасыл, өте улы, и жануарлар да сондай, мысалға анаконда деген тәрізді. Келесі, жарық. Температура мен ылғалдылыққа қарағанда тұрақты шама болып табылады. Мысалға, жарық дегеніміз кәдімгі бізге күн сәулесінен келетін свет. Жердің дәл жартысында қазір түн болып жатса, жердің екінші жартысында бізде не болады? Күндіз болады. И айтады ғой, сағаттың тілінде просто ровно жүреді деген тәрізді. Сағаттың тілі осы жарықпен, яғни күннің сәулесінің ауысымен жүреді. Яғни ол бізде ең тұрақты абиотикалық шама болып табылады. Одан кейін барып абиотикалық факторлар бізге еще кейде кері әсеріне тигізіп жатады. Мысалы, Қазақстанда осы жылы жазда өте үлкен әлемдік деңгейдегі өрттер болды. Мысалға, Абай облысында аномальная жара дейді. Өте қатты ыстық кесірінен жаңағы құрғақ біздің өсімдіктер түтеніп, өрттер пайда болғанда, міне осындай да жағдайлар болуы мүмкін. Тағы да бір қызық жағдай, мысалға, Алматы облысына орналасқан Қайынды көлі. Қайынды көлі екі жер сілкінісінің кесірінен пайда болған өте күшті табиғи ескерткіш болып табылады. Мына жақта өсіп тұрған ағаштар, олар на самом деле қарағайлар, но жергілікті халық оны қайын деп атайды, но это не важно. Бұрындары мына жақта көл болмаған, но қазір көл пайда болды. Осы көлдің пайда болуы осы жақта өсіп тұрған ағаштардың, жан-жануарлардың және де басқа да тірі ағзалардың өмірлеріне басқаша әсер етіп бастады. Яғни табиғи катаклизмдер бізде тоже абиотикалық факторлар болып табылады. Құйын, цунами, жер сілкінісі, өрт деген тәрізді. Және де мысалға тек қана өрт емес, сонымен қатар салқын температуралар тоже организмдерге әсер етеді. Яғни бізге тірі ағзаларға оптимальный норма қажет деген сөз. Бізге қатты ыстық ұнамайды, бізге қатты салқын ұнамайды, бізге қатты құрғақ ұнамайды, бізге қатты ылғал ұнамайды. Яғни кез келген табиғаттағы, атмосферадағы, біздің айналамыздағы өзгерістер бізге өте қатты әсер етеді. Келесі экологиялық фактор, ол менде биотикалық деп аталады. Енді мына жақта А дейтін гректің жалғауы жоқ. Сол себептен өздерің түсініп тұрғандай, бұл тірі ағзалар жайында. Тірі ағзалардың бір-бірлеріне әсер етуі. Мысалға, бәсекелестік, паразитизм немесе жыртқыштық. Тағы да бір қарым-қатынастың түрі нейтрализм бар. Жануарлардың қарым-қатынастары туралы мен сендерге балапаны келесі бір видеоларда түсіріп беремін, но енді бір затты айтқым келіп отыр. Қалай тірі ағзалардың бір-біріне қарым-қатынасы оларға әсер ете алады. Например, егер де мысалға 2022 жылы бір орманның популяциясында жыртқыштардың саны артып кетті деп ойлайық. Не болады ол кезде? Сүтқоректілердің саны төмендейді. Көрдіңдер ме, қалай осы қарым-қатынас әсер ететін? Өйткені жыртқыштарға тамақ керек, олар сүтқоректілерді аңдиды, және де оларды жейді деген сияқты. Немесе егер де кемірушілердің саны артып кететін болса, мысалға тышқан или тағы да басқа деген сияқты, то олар ормандағы ағаштарға, өсімдіктерге, егістік алқабындағы өсімдіктерге әсер ететін болады.
оны қоя беріңдер, сендер барлықтарың білесіңдер, егерде шегірткелер слишком көп болып кетсе, егістік алқабына қалай әсер ететінін. Немесе паразитизмге келейік. Паразит дегеніміз ол белгілі бір тірі организмге зиян тигізіп, соның кесірінен күн көріп, оған зиян тигізетін қарым-қатынастың түрі. Например, любой бір жануарды алатын болсақ, оның денесіне бүрге болады, бит болады. Оның денесіне ол қалай әсер ететінін даже айтудың қажеті жоқ, ол өте қатты қиналады деген тәрізді. Вот биотикалық фактор тірі ағзаларға өзара қалай әсер ететіні. Келесі экологиялық фактор ол бізде антропогендік фактор. Адам тірі организм болғанымен, жаңағы биотикалық факторға жатқанымен, біз өте қатты біздің қоршаған ортамызға қатты әсер ететін фактор болып табыламыз. Өйткені адам тәрізді іс-әрекеттерді бірде бір жануар, бірде бір бактерия, бірде бір вирус және де өсімдік жасамайды. Яғни антропогендік фактор дегеніміз ол адам қызметінің қоршаған ортаға тигізетін жиынтығы болып табылады. На самом деле, осы соңғы 200-300 жылдың ішінде инфраструктура, цивилизация, қаланың дамуы табиғатқа қатты әсерін тигізді. Біз оны айтпасақ та білеміз, иә. Мысалға, қоқыстың деңгейі қалай көбейіп кетті, пластик, қаншалықты көп химиялық бізде қалдықтар бар деген сияқты, табиғатқа төгіліп жатқан мұнай бар деген сияқты. Қаншама жануарлар осы пластикті жұтып өліп жатыр. Немесе адамдар қоқысты қаяққа жіберетінін білмейді, на самом деле. Қазіргі заманда енді бар, пластикті былай обрабатывать етеміз, ағашты былай обрабатывать етеміз деген сияқты. Но ол көптеген мемлекеттерге недоступны зат, та? Сол себептен олар қоқыстың бәрін бір жерге жинайды, потом жағады. Жаққаннан кейін не істейді? Ол көмірқышқыл газдың бәрі, түтіннің бәрі атмосфераға барып, озон қабатын құртады. Адам енді өзінің өмірін жеңілдету үшін енді қоқыс тастағанымен, ол еще басқа тірі организмдерге өте қатал, былайша айтқан кезде самый жыртқыштық қарым-қатынас көрсетеді. Мысалға, мына жақта бізде, скажем так, пілдердің мүйіздері жатыр, да. И адамдар сонымен қатар қоймай, пілдің мүйізі, носорог дейді ғой, мүйіз тұмсықты мүйізі деген сияқты заттар да, просто для забавы, просто қызық көрген үшін, байлық жетіспеген үшін сондай заттарды алып, жануарларды өлтіріп, жаңағындай қызыл кітапқа кірген жануарларды аулап, сондай жаман қарым-қатынас көрсетеді. Сондықтан да болашақ биологтар, біз бұның барлығын тоқтатуымыз керек. Самый күшті тоқтатудың жолы ол білімді болу, сауатты болу, басқа адамдарға олай істеме, қоқысты тастама. Қоқыс тастайтын арнайы жәшік бар. Неге сен олай жасайсың деп олардың сауатын ашылып болып табылады. Сонымен балапандар, менің 7-ші сыныптың кітабынан алған кішігірім тақырыпшам осымен аяқталды. Комментарийға жазып кетіңдер болады, сендер қай сыныпта оқисыңдар и қандай тақырыпты сендерге түсіндіру керек. Ал менің YouTube каналыма жазылыңдар, Instagramға жазылыңдар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Келесі аптада жаңа видеороликте кездескенше. Всем пока!